Барлықтарыңызға сәлем. Бұл біздің 12-ші сабағымыз және бүгінгі тақырып ол бізде be going to. Be going to негізі ең оңай тақырыптардың бірі. Егер осы күнге дейін be going to-ді түсінбеген болсаңыздар, немесе білмейтін болсаңыздар, қазір оны жақсылап түсіне аласыздар деген ойдамын. Сонымен be going to қай кезде қолданамыз? Бірінші, predictions, яғни болжам жасағанда, предсказание. We use be going to talk about something that we see is going to happen. There is present evidence. Сонымен be going to-ді болжам жасаған кезде қолданамыз, бірақ ол ауадан ала салған болжам емес. Бұл жерде қандай да бір дәлел болу керек. Мысалы, сіз аспанда бұлттарды қарап тұрсыз, олар қап-қара болып тұр, айтасыз. Аспанға қараңдар, қазір жаңбыр жауады. Сонда сіз жаңбыр жауатынын туралы prediction жасадыңыз, яғни болжам жасадыңыз, бірақ оны жай ғана ауадан ала салған жоқсыз. Сіз бұлттарға қарай отырып болжам жасадыңыз. Look at those clouds. It's going to rain. Түсінікті ма? Тағы бір мысал келтірейік. The child is eating so much candy. He's going to get a stomachache. Ана бала тым көп кәмпит жеп отыр, оның асқазаны ауырады. Мұнда he's going to get a stomachache, оның асқазаны ауырады деген жер, ол бізде be going to болып тұр. Яғни бұл жерде сіз болжам жасап тұрсыз. Оның асқазаны ауырып тұрған жоқ, бірақ сіз оның көп кәмпит жегеніне қарап отырып, сондай болжам жасап жатырсыз. Түсінікті. Тағы соңғы бір мысал келтірейік. The doctor said I'm going to have a girl. Дәрігер менің қызым болады деді. Мұнда көріп тұрсыздар, a pregnant woman, аяғы ауыр әйел, оның ішінде, яғни қыз екенін айтады дәрігер, бірақ дәрігер ауадан алмайды ол нәрсені, ол УЗИ-дан көре отырып, яғни қандай да бір дәлелдер арқылы айтылады. Сонда қандай да бір дәлелдер арқылы айтылатын болжам болатын болса, біз міндетті түрде be going to қолданамыз. Түсінікті. Енді екіншісіне қарайық. Екінші, be going to-ді қолданамыз, ол intentions or plans, яғни қандай да бір ниет немесе алдын ала жоспарланған пландарыңыз туралы айтқан кезде қолданасыздар. Мысал келтіріп көрейік. I'm going to visit my grandparents this weekend. Мен осы демалыс күндері ата-әжеме қонаққа барамын. Бұл яғни алдын ала жоспарланып қойған сіздің планыңыз немесе ниетіңіз. Әрине бұл 100% болмауы да мүмкін, болуы да мүмкін, бірақ сіздің жоспарыңыз ғой. Жоспарыңызды ағылшын тілінде айту үшін біз міндетті түрде be going to қолданамыз. Тағы мысал. They are going to move to a new house next month. Олар келесі айда жаңа үйге көшпекші. Мұнда да бұл біздің планымыз алдын ала жоспарланған. Келесі айда олар жаңа үйге көшпекші. Бұл олардың алдын ала жоспарланып қойған планы, жоспары. Түсінікті. Тағы бір мысал келтірейік. We are going to watch a movie after dinner. Біз кешкі астан кейін кино көрейін деп жатырмыз. Бұл да біздің ниетіміз, жоспарымыз, алдын ала жоспарланған. Біз шештік солай, кешкі астан кейін фильм көреміз деп. Енді be going to-дің формаларына көшейік. Бірінші ол бізде positive sentences, positive form, болымды сөйлемдер. Болымды сөйлемдерді қалай жасаймыз? Формуласына назар аударыңыздар. Бірінші бізде subject, одан кейін to be. To be subjectке байланысты ауысады. Егер I болса am, he, she болса is, және you, is, they болса are. Одан кейін барып going to міндетті түрде. Және содан кейін етістіктің бірінші формасы. Мысалға, I'm going to work. Мен жұмыс істейін деп жатырмын, да? То есть бұл біздің жоспарымыз. Қандай да бір ниетіміз, мен жұмыс істейін деп жатырмын. He is going to work. She is going to work. Ол жұмыс істейін деп жатыр, You are going to work. Сен жұмыс істейін деп жатырсың. We are going to work. Біз жұмыс істейін деп жатыр. Түсінікті, Енді келесі ол бізде negative sentences, болымсыз сөйлемдер. Оларға жай ғана to be-дан кейін not жалғайсыздар. Мысалға, I am not going to work. Мен жұмыс істейін деп жатқан жоқпын. Немесе he is not going to work. Ол жұмыс істейін деп жатқан жоқ. Мына жерде is not-ты қысқартуға болады isn't деп. He isn't going to work. Келесі, you are not going to work. Сен жұмыс істейін деп жатқан жоқсың. Мұнда да are мен not-ты қысқартуға болады aren't деп. You aren't going to work.
Түсінікті. Келесі бізде questions, ол сұраулы сөйлемдер. Сұраулы сөйлемдерде жай ғана to be мен subject'тің орнына ауысып кетеді. Яғни to be сөйлемнің ең басына шығады. Мысалы, am I going to work? Мен жұмыс істейін деп жатырмын ба? Мұнда уже сұрақ. Is she going to work? Ол жұмыс істейін деп жатыр ма? Немесе are you going to work? Сен жұмыс істейін деп жатырсың ба? Түсінікті болды деген ойдамын. Енді осы сұрақтарға жауап қайтарып үйренейік. Мұнда to be мен қойылған сұрақтарға міндетті түрде to be мен жауап береміз. Қысқа жауап я немесе жоқ қалай болады? Yes, I am. Я немесе no, I am not. Я he she та бізде is to be'ін қолданасыз. Yes, he is, yes, she is, yes, it is. Болымсызда no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't. Және көпше түрде yes, you are, yes, we are, yes, they are, немесе no, you aren't, no, we aren't, and no, they aren't. Окей, осымен be going to-ді толығымен түсіндіріп болдым деген ойдамын. Сіздерге барлығы түсінікті болса, қазір кішкене тапсырмалар жасап кетейік. Бірінші тапсырма, мұнда 10 сөйлем берілген. Жақсаның ішіндегі етістікті болымды немесе болымсыз сөйлемдерге аударып, толық be going to-дағы мысал келтіріп жазасыздар. Қазір видеоны пауза қойып осыны жазып шығыңыздар, және содан кейін жауаптарын тексереміз. Окей, guys, жасап болды деген ойдамын. Енді жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Келесі тапсырма бізде сұраулы сөйлемдер. Мұнда 10 сөйлем берілген, 10 сөйлемнің барлығы бізде сұраулы сөйлемдер. Жақсаның ішінде берілген етістікті толығымен ашып, be going to-дің сұраулы сөйлеміне қарай қойып шығасыздар. Қазір видеоны пауза қойып жасап шығыңыздар, содан кейін жауаптарын көрсетемін. Окей, guys, жасап болды деген ойдамын. Жауаптарын көрейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Бүгінгі тақырып оңай болып, барлық тапсырманы дұрыс істеді деген ойдамын. Ал бізде осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.